Сәлеметсіздер ме, оқушылар? Бүгінгі сабақтың тақырыбы «Менің отбасым». Тема сегодняшнего урока «Моя семья». Сен бүгінгі сабақта үйренесің. Отбасы мүшелерін атауды, сұраққа жауап беруді, суреттер бойынша сөйлеуді. Ты сегодня на этом уроке научишься говорить о своей семье, о членах семьи, отвечать на данные вопросы и составлять предложения по картинкам. Мынау менің отбасым. Это моя семья. Менің отбасым, моя семья. Жаңа сөздер, новые слова. Менің отбасым, моя семья. Кімді, кого? Кімді, кого? Сен жақсы көресің. Жақсы көресің, любишь. Жақсы көремін, люблю. Сен жақсы көресің, мен жақсы көремін. Бірінші тапсырма. Тыңда, қайтала. Первое упражнение. Прослушай и повтори. Бұл менің анам. Это моя мама. Менің анам әдемі. Моя мама красивая. Мен анамды жақсы көремін. Я маму люблю. Сен кімді жақсы көресің? Ты кого любишь? Мен атамды жақсы көремін. Атамды жақсы көремін. Мен, я, атамды, дедушку, жақсы көремін, люблю. Сен кімді жақсы көресің? Мен әжемді жақсы көремін. Әжемді жақсы көремін. Жақсы көремін, люблю. Жақсы көресің, любишь. Жақсы көресің, жақсы көремін. Сен кімді жақсы көресің? Мен әкемді жақсы көремін. Мен әкемді жақсы көремін. Сен кімді жақсы көресің? Мен анамды жақсы көремін. Сен кімді жақсы көресің? Ағамды, старшего брата, ағамды жақсы көремін. Сен кімді жақсы көресің? Мен әпкемді жақсы көремін. Әпке, старшая сестра. Мен әпкемді жақсы көремін. Мен інімді жақсы көремін. Я люблю младшего брата. Сен кімді жақсы көресің? Мен інімді жақсы көремін. Сен кімді жақсы көресің? Мен сіңлімді жақсы көремін. Для сестры младшая сестренка сіңлі. Сіңлімді жақсы көремін. Кімді жақсы көресің? Сіңлімді жақсы көремін. Кімді жақсы көресің? Сіңлімді жақсы көресің. Кімді жақсы көресің? Қарындасымды жақсы көремін. Қарындас для старшего брата, младшая сестренка будет қарындас. Менің қарындасым. Мен қарындасымды жақсы көремін. Жақсы көремін, люблю. Қарындасымды, сестру. Сурет бойынша сөйле. Говорим по картинке. Бұл менің
отбасым. Мен отбасымды жақсы көремін. Мен отбасымды жақсы көремін. Я люблю семью. Мен отбасымды жақсы көремін. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар, балалар.